1978 жылдың сәуір айында басталған Ауғанстандағы төңкерістің арты соғысқа ұласты. Бұл қырғи қабақ ұрыс өзара емес, сырт мемлекеттердің араласуларының салдарынан созылды. 1979 жылдың 27 желтоқсанында КСРО-ның қарулы күштері Ауғанстанға басып кіріп, ішкі істеріне қол сұғуды бастайды. 10 жылға жуық жүргізілген соғыста әр елден, оның ішінде 22 мың қазақстандық қатысқан болатын. Қаншама жанның өмірін қиған ұрыстан аман қалып, отанына оралған Болат Сайланның сол кезде жасы небәрі 18-де болыпты. Қорғантөбе, қазақша айтқанда Қорғантөбе қаласында жақты мықты әскери дайындықтан өттік. Әскери дайындық оңай болған жоқ. Өткен ол жерде осындай барған күннің ертесіне ғана сол сборды бастағы әлі есімде фамилиясы полковник Белявискийдің мынандай мәлімдемесі айтылды. Жаңағы егерде кім ауған соғысынан тірі қайтқысы келсе, осы жаттығуды жалықпай орындау керек. Жаттығуды жалықпай орындаған адам ғана ауған соғысынан тірі қайтуы мүмкін деген. Оның айтуы бойынша соғысқа көбіне азиаттық келбеттегі жандар алыныпты. Себебі олардың түр келбеті дұшпандарға аса жақын еді. Бұл кеңес әскері үшін жақсы айлы әдіс болды. Өйткені кез келген сәтте қарсыластың киімін киіп, төтеден соққы беруге мүмкіндік туғызды. Дегенмен жас сарбаздарға сабырлық пен шыдамдылық қажет еді. Өйткені ауыр қару-жарақты арқалаумен қатар ми қайнатар ыстыққа да шыдас беру керек. Ал ауған ардагерінің есінен мына оқиға әлі күнге дейін кетер емес. 1986 жылдың күз айында ғой деймін, жаздың соңында Ханабат операциясы басталды. Ханабат операциясының жаңағы осы ауған дұшмандардан, яғни үкіметке қарсы бүлікшілерден құтқару операциясы басталды. Осы құтқару операциясында жаңағы көптеген солдаттар жиылды. Сол солдаттардың бірі мен болдым. Осы операцияның маған қиындыққа соққан соншалықты бұл Ханабат провинциясында 3 айға жуық біз объектіні қорғауға түсірілдік. Сол жерлерден бүкіл өкіметті басып алған бүлікшілерді тазарттық. Былайша айтқанда Кеңес одағының жан-жақты әскерінің көмегімен осы территория дұшмандардың қолынан тазартылды. Ауған соғысында талай жас сарбаз жанын шүберекке байлап, өздерін құрбандыққа шалды. Қазақ жерінен барған 22 мыңнан астам сарбаздың ішінен 920-сы ұрыс алаңында көз жұмды. Ал 21 сарбаз із-түзсіз жоғалып, 1000-нан астам адам елімізге мүгедек болып оралды. Ерлігі мен батылдығын көрсете білген ардагерлерімізге әрдайым тағзым етуден жалықпаймыз. Шынар Ларханқызы, арнайы жаңа күн үшін.